Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге қазақ халқының ұлттық тәттісі ірімшік дайындауды үйренеміз. Ірімшік дайындау үшін бізге сиырдың табиғи сүті қажет болады. Сүтімізді ыдысымызға құйып, газға қоямыз. Газымызды қатты жақ қоямыз және де бізге сүтті ұйытуға арналған осындай бейті қажет болады. Менде 20 литр сүт, бұл кішкентай пакетик 100 литр сүтке арналған. Менде 20 литр сүт, сол 20 литрді ұйыту үшін осылай қасықтың ұшымен ғана алып, оған бөлме температурасындағы суымыздан 2 қасықтай құйып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сүтімізді жылытқан кезде сүтіміз пісіп кетпеу қажет, араластырып тұрамыз. Біркелкі жылу үшін өте қатты мұздай болмау керек сүт және де пісіп кетпеу керек. Сүтіміз толықтай жылыған кезде ұйытқымызды құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ұйытқымыз өз жұмысын бастау үшін сүтімізді қақпағын жауып, газды астын өшіріп 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттан кейін сүтіміздің қоюлығын қараймыз. Егер де осылай қою масса болса, онда видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Сүтімізді 4-ке бөлеміз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Газымызды жағып, сүтіміздің ортасына 1 кесе шекерімізді салып, қайната бастаймыз. Бастапқыда түбі жабысып қалмас үшін осылай қасықтың көмегімен қозғаймыз, бірақ араластырып тастамаймыз. Себебі араластыратын болсақ, өте ұсақ түйіршік болып піседі. Қайнап кеткенге дейін көмектесіп астын қозғап қоямыз және де 2 жағы сарғайғанша осылай ауыстырып отырып пісіреміз. Ірімшік өте ұзақ қайнайды және де 2 жағы толықтай сарғайған кезде шекерімізді татымына қарай саламыз. 1 жағына салып қайнатқаннан кейін келесі жағына аударып қызарғанша шекерімізді салып қайнатамыз. Ірімшігіміз толықтай қайнап, суы тартылған кезде біздің ірімшігіміз қызара бастайды және де қызарып, суы тартылып піскен кезде ірімшігімізді кез келген ыдысқа осылай суын сарқылтып тұрып сүзіп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп табақтың 1 жағын биіктетіп қоямыз. Осымен біздің ірімшігіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.